Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар. Қазақтың тұңғыш кәсіби театр режиссері, Жүргенов академиясының негізін қалаушы ұлы тұлға Асқар Тоқпанұлы Тоқпановтың туғанына биыл 107 жыл толғанын білесіңдер ме? Біз бүгін сол жайында айтатын боламыз. Асқар Тоқпанұлы 1915 жылы қарапайым отбасында дүниеге келген. Отбасы шалқып өмір сүрмегендіктен бала Асқар өз ауылында қалып, жоғары білім алмай қалуы да мүмкін еді. Дегенмен тағдыр оған үлкен сыйлық дайындап қойған болатын. Асқар ағаның әке-шешесі ерте қайтыс болғандықтан, ол нағашысының тәрбиесінде болды. 30-шы жылдардың басында жетім ретінде интернатқа түседі. Ұстаздар тәрбиеленушілерінің әртістік қабілеті барын бірден байқайды. Жас Тоқпанов қазақ театрының көркемдік жетекшісі Жұмат Шаниннің көзіне түседі. Ол талантты жігітке жақсы білім керек деген шешімге келеді. Сөйтіп Асқар аға Абай атындағы педагогикалық институттың қазақ тілі мен әдебиет факультетіне түседі. Мұнда да бозбала актерлік қабілетін көрсетеді. Ол туралы әңгіме ауыздан ауызға тарай бастады. Асқар Тоқпанұлын Луначарский атындағы Мәскеу мемлекеттік театр өнері институтына оқуға жіберу туралы шешім қабылданды. Асқар аға 1939 жылы оқуын үздік бітірді. Ол қазақ театрының тұңғыш кәсіби театр режиссері атанды. Отанына оралған соң Алматы театр училищесінің кафедра меңгерушісі болды. Сонымен қатар Әуезов театрының сахнасында қазақ драматургтерінің спектакльдерін қоя бастады. Абай пьесасы жас маман үшін үлкен сынақ болды. Сол кездері Мұхтар Әуезов өз туындысын сеніп тапсыратын адам іздеп жүрген еді. Ол адам әрине Асқар Тоқпанов болды. Басты рөлге Қалибек Қуанышбаев бекітілді. Спектакль көрермендердің жүрегінен орын тапты. Бұл бүкіл театр үшін үлкен жетістік болды. Оның қойылымдардың ішінде Құсайыновтың Марабай, Әуезовтың Сынақтар сағатында және Еңлік кебек, Майлиннің Майдан, Ақынжанованың Ыбырай Алтынсарин және Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты сияқты сәтті спектакльдері бар. Асқар Тоқпанұлына ұлттық театр өнерінің алтын дәуірінде шығармашылықпен айналысу бақыты бұйырды. Өйткені ол Әуезов, Мүсіреп, Мұстафин, Майлин сынды кемеңгерлермен замандас болған. Режиссер олардың әрқайсысымен таныс болды. Соғыстан кейінгі жылдары Асқар аға Қарағанды облыстық театрының көркемдік жетекшісі қызметін атқарды. 1951-1953 жылдары жас көрермендер театрының бас режиссері болды. Жалпы Асқар Тоқпанов бүкіл жұмыс кезеңінде республикалық және облыстық театрлардың сахналарында 70-ке жуық спектакль қойды. Асқар Тоқпанұлының аудармашылық қабілетінің арқасында Чеховтың Иванов пен Шағала, Островскийдің Шындық жақсы, бірақ бақыт одан да жақсы, Ипсеннің Нара, Сафроновтың Аспаз келіншек атты шығармалары қазақ театрының сахнасына шықты. Асқар Тоқпановтың өзі де пьесалар жазған. Оның Тазша бала, Тасыған, Төгілер деген белгілі шығармалары бар. Кейде Асқар Тоқпановтың өзі де актер болып сахнаға шықты. Ол Ленин, Абай Құнанбаев және Ыбырай Алтынсариндердің бейнесін сомдаған. Асқар Тоқпанұлы режиссерлік салада көп еңбек сіңіргеніне қарамастан, тарихта кәсіби актерлік және режиссерлік білімнің негізін салушы ретінде қалды. 1955 жылы оның бастамасымен Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясында театр бөлімі ашылды. Тоқпанов актерлік шеберлік мұғалімі болып, 1965 жылы Құрманғазы атындағы консерваторияның доценті атағын алды. Студенттер Асқар ағадан қорқатындарын, сонымен қатар оны қатты жақсы көретіндерін айтады. Ол студентті әбден сынның астына алып, біраз уақыттан кейін оған жаңа шығармашылық идеялар ұсына алатын. Не играйте для зрителя, не играйте. Для себя не играйте. Ради Бога, для партнера. А если вы все равно любовались самим собой, позировали, и своим голосом, своей мимикой или каким-то жестом, значит, все вы представлялись. И абсолютно сосредоточенное внимание. Внимание все видит. Потому что любовь – это абсолютное внимание к друг другу. И дружба тоже абсолютное внимание к друг другу, ежедневное. Когда этого нету, тогда начинается будно, скучно. Асқар Тоқпанов бұл кәсіпке
шыңдап қарау керек екенін, немесе мүлде айналыспау керек екендігін анық білді. Дети мои, вы мои внуки, потому что мои дети во главе с Рабией Мухаевной уже заведующие кафедры профессора. Друзья мои, быть артистом – это греческое слово. Это быть мастером своего дела. Быть актером – это греческое слово. Действующий. А действие – контрдействие. Борьба мнений, мировоззрений, борьба характеров создает жизнь. Трудное надо сделать привычным, привычное надо сделать легким. Из легкого рождается красота, предмет искусства. А когда человек пыжится, патологически старается, бледник, это не искусство, это чепуха. Такая же чепуха, как всякая чепуха. Константин Сергеевич завещал: войдите в театр чистенький, мобильный, чистой душой, чистой совестью, с любовью. В искусстве священно действуй, или же убирайся вон. Тоқпановтың шәкірттерінің ішінде 14 КСРО және Қазақстанның халық әртісі және 30-ға жуық қазақ КСР-ның еңбек сіңірген әртісі бар. Олардың арасында Шолпан Жандарбекова, Фарида Шәріпова, Ыдырыс Ноғайбаев, Асанәлі Әшімов және Тұңғышбай Жаманқұлов сынды театр және кино өнерінің майталмандары болды. Ұстаз барлығы 250-ден астам режиссер мен актерді тәрбиелеп шығарған. Қан тезек ой, жылқының ұстатпайды, сүргөжек ой, әттің дүние-ай. Біріңнің басың жарыға, қолың сынық, дүниенің шырайын алған бір кезек ай, өттің дүние-ай. Асқар Тоқпанұлы өмірінің соңына дейін ұстаздық қызмет атқарды. 1978-1987 жылдары театр және өнер академиясында актерлік шеберлік және режиссура кафедрасының меңгерушісі болды. Асқар Тоқпанов 1994 жылы қайтыс болды. Қазақ кемеңгерінің құрметіне ол тұрған үйге гранит тақта орнатылып, Қазақстан қалаларындағы көшелерге оның есімі берілді. Оған жасалған ерекше тағзым деп режиссура мен актерлік шеберлік мектептерін, дана ұстазының ізін жалғастырып келе жатқан жүздеген түлектерін атауға болады. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Ал енді білімдеріңізді сынайтын кез келді. Бірінші сұрақ: Асқар Тоқпанов қай жылы дүниеге келген? Екінші сұрақ: Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясында театр бөлімі қашан ашылды? Үшінші сұрақ: Асқар Тоқпановтың сахналаған алғашқы қойылымын атаңыз.